Көшу? Қайдағы көшкен, мам? Мам, менде бір-ақ жыл ғана қалды ғой, сабағым ше. Мам, көшсеңдер, өздерің көше беріңдер, ата-әжеңнің үйінде қаламын мен. Ой, хорошо, я. Үйге барған соң сөйлесеміз, давай. Беттеріңе жаным байланам, ұнаттым сені жай ғана. Бас кетті саған айнала, ей айнала, жаным айнала. Сенің қолдарыңды ұстап ал, арнадым саған күй табақ. Қолымда қызыл гитара, ей гитара, жаным гитара. О, күлгеніңде нұрлы бейнең жаным сүйкімді. Күнде түнде ұрлап алдың менің ұйқымды. Күлгеніңде нұрлы бейнең жаным сүйкімді. Күнде түнде ұрлап алдың менің ұйқымды. Сиқырлы сенің сиқырлы күй табақ. Сүйкімді сенің сиқырлы күй табақ. Сиқырлы сенің сиқырлы күй табақ. Сүйкімді сенің сиқырлы күй табақ. Көктен түскен періштем, не деген әсем, не деген көркем. Тек сені мен тек мен, жүрегімнің бір бөлігі төрттен. Көктен түскен періштем, не деген әсем, не деген көркем. Тек сен. Жағдайыңыз жақсы, уайымдамаңыз. Дәрілеріңізді уақытылы ішіп отырсаңыз болды. Жақсы, рахмет. Рахмет, сау болыңыз. Не болған? Саламатсыз ба? Қан қысымы көтерілген, бәрі жақсы. Дәрілерін уақытылы ішіп отыру керек. Рахмет. Сау болыңыз. Жақсы. Не болған жерде? Мам, сенде бәрі дұрыс па? Не болған үйдің үстіне? Ұры түскен ба? Азамат аға қайда, мам? Қызым, бар бөлмеңе. Түсіндіретін адам бар ма, не болған деймін? Бар дедім мен саған бөлмеңе. Не болды сонша айқайлап? Не болған жерде? Қағаздар жоқ. Қандай қағаздар? Супермаркеттің қағаздары. Бүкіл үйді қарап шықтым, таппадым. Қойған орнымда жоқ. Қалай жоқ? Бір тапсырған дүние жасау қолынан келмей ма? Жауапкершілік сезінбейсің бәлде? Өткенде барлығын қатыратын адам ұқсап, барлығын мойныңа алып едің ғой. Ондай болатын білгенде өзім-ақ барлығын ақшамен шешетін едім. Ертең барлық құжаттар менің қолымда тұратын болсын. Қалкеш, Анель, қалайсың? Бүгін ерте қайтып кетіпсің ғой, сенімен сөйлескіміз келген. Сәлем, қыздар. Жақсы, өздерің қалайсыңдар? Жақсы. Анель, түнде не болған? Бұзарып кетіпсің ғой? Әде, әлі де тәтісі уайымдап отырсың ба? Жоқ, барлығы дұрыс. Кстати, қыздар, бүгін мектепте Мұхтарды көрдім, рахат іздеп жүр екен. Еще Карсаға сенің туған ағаң екен ғой, ә? Я, бүгін мектепке келді ғой. Жақында Зарина тәтемен үйленеді екен еще. Қыздар, қазір мен сендерге сосын хабарласып беремін, я? Давайте. Алло, Анель, қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы. Даусың біртүрлі ғой, не болды? Ештеңе болған жоқ. Рахатсынан бірдеңе сұрайын деп едім. Я, айта бер. Аян емес пе әйтеуір? Жоғам. Рахат, кеше осы мектепке Азамат аға барыпты ғой. Не үшін барған? Саған қатысы жоқ, просто балдар айтып кеткен ғой. Рас айтып тұрсың ба? Я, Анель, ойымда меш дегені. Айтпақшы ертең сабаққа келесің ба? Я, Бақнұр апай чатқа жазып жатыр ғой, жиналыс болады деп. Міндетті түрде бару керек шығар. Я, мен де көрдім. Я, онда давай пока. Давай. Саламатсыздар ма, оқушылар? Кешігіп келгенім үшін кешірім сұрайым. Оқушылар, мен сіздерді не үшін жинап отырғанымды білетін шығарсыздар. Алдында бақылау тестінен өте төмен балл жинадыңыздар. Оған мектепте, пән мұғалімдерде ренжіп жатыр. Сондықтан тестті күшейту мақсатында жаңа форматта дайындық болады. Алдарыңыздағы компьютерде бүкіл тестке керекті информациялар жинақталған. Сондықтан бүгіннен бастап дайындықты жүргізе берулеріңізге рұқсат. Ол үшін журналға өздеріңіздің аты жөндеріңізді және қолдарыңызды қойып,
Кабинет күнде ашық тұрады, келіп дайындық барсын бастай беріңіздер бүгіннен бастап. Түсінікті ғой? Сосын сіздерге бір жақсы жаңалық. Мектеп директор Алмат ағайларыңыз, егер аттестаттау тестінен ең жоғары көрсеткіш көрсететін болсаңыздар, 1 айлық путевка берейін деп жатыр сіздерге. Апай, сонда қай жаққа барамыз? Оны уақытысында білесіздер. Әзірге сіздер тестке жақсылап дайындалыңыздар. Мектепті ұятқа қалдырмайық. Давайте бірге дайындалайық, иә? Сосын Насыр, Арман, алдында проектілеріңізді көрдім, маған ұнады. Қазір сабақтан кейін маған әкеп беріңіздер, иә, дайындап. Оқушылардікінде бірге жинақтаңыздар. Апай. Қыздар, Бағнұр апай дұрыс айтады, бізге шынымен кірісу керек. Әйтпесе ертең үйдегілер ренжиді. Дұрыс айтасың, бірақ алдымен сыныптың ауызбіршілігін дұрыстап алу керек сияқты. Ая, ашуынды басшы болды. Анелдің ешқандай кінәсі жоқ екенін өзің де білесің ғой. Бұның барлығын аян істеген өздерінде көрдіңдер ғой. Бәсе, біздің Лаура бүгін неге Анель деп айтпай қалды десем? Ойбай, Лаура, сен Анель дегенді слишком көп айтып кеткен жоқсың ба? О, Карина айтқандай, ангелочкаларымызға келіп қалыпты. Чөтім, пландарың қалай? Байқағаным бойынша мұғалімдерге жағуды өлтіреткенсің. Оны қалай айтушы еді? Иә, жағымпаздану. Бірақ бір мойындайтыным, жағымпазданғанда сондай сүйкімді болып кететкенсің. Жетер енді, Ая. Шыдамында шегі бар ғой, кішкене өз орынды білсеңші. Байқамайсың ба, тым қатты кетіп бара жатырсың ғой. Адамдарды унижать еткеннен бірдеңе табасың ба? Қашан қоясың осыны әдетіңді? Біздің арамызда мен емес, сен сияқтысың ғой, нағыз сүйкімсізі. Кеттік, Лаура. Мә, қыздар, то тест, то жиналыс деп әбден абыржып кеттік, ә? Я, сол ғой, кешегі тест результаттарын көріп, үйдегілер маникюрге де жібермей қойды. Қашанға дейін созылар екен? Қыздар, бұлай болмайды, бізге көңіл көтеру керек. Азиза, алдындағы флешка сенде ма? И потом, соның ішіндегі суреттер шығарды ма өзі? Я, Карина, барлығы дайын. Болды онда, кеттік. Кіріңдер. Апай, барлық оқушылардың проекттері. Түгел ғой, Иә, апай. Апай, біз осы жобада жеңе аламыз ба? Иә, қазір бір қарап шығайын, директорге ұсынам, сосын результатын бірге көреміз. Иә, жақсы, сау болыңыз, апай. Бара беріңдер. Не сызбалар? Не бұл? Түсініксіз. Не суреттер мыналар? Не ақ жалып қалған? Аян, наң барлық сен тірлігің ба? Мен айтқан ешқайсын ұқпадың ба не? Саған айтам, түсініксіз ба не деймін? Арчы қолың дей. Рахат, күте тұрш. Чотам, не oldu? Бізге сөйлесу керек. Қазір 1 минут. Рахат, қоя саларсың мүмкін. Барлығын жасап жатқан Аян емес екен, прекрасно біліп тұрсың ғой. Не ойлағаның бар сенің? Не болды сендерге? Мен сендерге бірден істеп қойдым ба не? Сендердің не істеп, не қойып атқандарын қақтан білейін? Өз жөніңмен жүре берсе, әлде мен саған бірден істеп қойдым ба? Тоқта. Короче, Анельге жасалған пранкта, жаңағы фотоларда сенің былығың екен белгілі ғой. Мектепте камера бар екен ұмытпасай, сол камерадағы видеолардың барлығы менде. Если осы сіздің тоқтатпасаң, былығыңды бүкіл мектеп білетін болады. Кетші.
не істеп жатсыңдар, жайма сендердікі? Лаура, как раз сен іздеп жүрген едім. Қаяқтан? Сыныптың сумкаларының ішінен ба? Шығындар тез. Лаура, неге сонша шалынасың? Соған кездер байқап жүрмін, әдем болып кеткенсің ба? Не істеп жүрсіңдер болғанда саған тосын сый жасауға келіп едім. Мынау саған. Ойбай, Лаура. Уже оңаша кездесу басталып кеткен бе? Уже Нұрболды өзіңе қаратып алдың ба? Браво, браво. Қанша дегенмен Анельдің құрбысысың ғой. Жүріңдер қыздар. Оу, Карина, көңіл көтеретін нәрсе сұрадық, әбден рахаттанып қалдық қой? Ну, конечно, біздің Карина деген шедевр жасаудың хас шебер емес пе? Иә, қыздар, сендердің поддержкаларын болмағанда мен естерім, но бұл Анельге әлі де аз. Иә, дұрыс айтасың, оған әлі де аз. Қалайда келген Алматысына қайтарып жіберу керек. Оған бастарында қатырмай қойыңдар. Келесі план дайын. Анел, осындасың ба? Сенде барлығы нормаль ма? Әлде бағанағы әлі мұңай отсың ба? Оның барлығы Аянның ісі екенін білем. Ешқандай уайымдамай қой. Онымен өзім сөйлесем. Шыны керек, рахат. Шаршадым осының барлығынан. Ештеңе де керек емес. Менің түкке тұрғыз проблемаларыма бола. Аян екеулеріңнің сөзге келіп қырылысып, бақтыласқандарында мүлде қаламайым. Негізі Аян жақсы бала ғой. Ол бұның ісі болсын, болмасын, екеулерінде толасуларың керек. Жоғын қарыш, ешке саған біреулер бірдеңе деп атса, ешкімге сенбе, тек өзімнен сұра қарыш. Біреулер бірдеңе деп жатса? Шыны керек, қазір өзімнің проблемаларымды көп. Кейінірек сөйлесек ем. Барам сені қызғанып, қарамашы болданып, сен қасымда болмасаң, мен қаламын мұнданып, жүрегімді ауыртпа, қызғанышымнан сен жалықпа, қарамашы Сіздің көлігіңіз өзіңіз сияқты сүйкімді, әрі мазасыз болып тұр ғой. Сіз не істеп жүрсіз? Супермен деген естіп едіңіз, сол мен ғой. Бала сияқты мазасызданғанда сразу жетіп келем. Ой, қойыңызшы. Ремонтталмайды бұл машина, жөндеу керек. Мүмкін қаласаңыз, жоқ, қаласаңыз да қаламасаңыз да менімен бірге барайын деп тұрсыз. Кеш болды, қайда бара жатсыз? Өзіңізге тым сенімді көрінесіз. О, менің жақсы қырларымды байқай бастапсыз. Сізді тым ұзақ күтем ба десем, неге кеш шықтыңыз? Жұмыстың ыңғайы солайынан болды. Сіз өз жұмысыңызға беріліп кеткен сияқтысыз ғой. Кешегі тест есептемегенде. Көп сөйлеймін деп, менің бұрылысымнан өтіп кеттіңіз. Сіздің бұрылысыңызға, сіздің машинаңызда бұрыламыз. Қазір менің машинамда отырмыз. Сондықтан өзім білем. Бейдің үстіне бей сұрайт неге оғыз Кетті лақты отың намайт неге бейдің үстіне бей сұрайт неге оғыз Кетті лақты отың намайт неге бейдің үстіне бей сұрайт неге оғыз